Осынау алып кеңістікті, үлкен әлемді, жұлдыздарды, әрі үлкен ғаламшарды жаратты. Аллах тағала мұна көркем дүниені жаратқаннан соң, жер жүзінде өзіне ғана ғибадат етуші, өз ұрпақтары мен жер жүзін көркейтетін бір халифа жаратуды қалады. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Сөйтіп олар әртүрлі бейнелерге сиынып, өздеріне Аллахты емес, сол пұттарды құдай етіп алды.